Assalamualaikum құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомыз ұсақ малдарда үнемі кездесетін ең қауіпті індет топалаң туралы болмақ. Бұл індетке әсте жай қарауға болмайды. Егер бұл індетті елемеген болсаңыз, сіз қора-қора қойыңыздан айырылуыңыз әбден мүмкін. Ал енді бұл індетті қалай емдейміз, қалай алдын алуға болады? Білгіңіз келсе, лайк басып, арнаға жазылып, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Топалаң. Бұл індет әртүрлі үй жануарларымен адамға оңай жұғады. Қойдың жұқтыру бейімділігі өте жоғары. Індетке шалдыққан қой басты жұғу қайнары. Осы індетпен өлген қойдың денесінде және оның экскреттарында көп мөлшерде бактерия денешігі болады да, өлексені лайықты бір жақтылы етпегенде топалаң таяқшасы спора жасап, топырақты, суды, өрісті былғап, ұзақ уақыттық індет қайнарына айналады. Қой былғанған шөпті жеп, суды ішіп жұғымданады. Кейде тыныс жолдарымен қан сорғыш насекомдардың шағу арқылы да жұғады. Бұл індет көбінесе жаз маусымында жұғып, бытыранды немесе жергілікті сипатта таралады. Клиникалық белгісі көбінесе жіттей тұтқиыл, індетке шалдыққан қой сереңдеп, меңірейіп, шырайланып жығылады. Тыныс алуы қиындап, дәнекер тікәні бозарып, өн бойы қалшылдап, тісін қайрайды, аузынан мұрнынан қанды көп ағады. Табиғи тесіктерден қан шығады да, әрі оңай үймайды. Бірнеше минуттан ақ жан үзеді. Қойдың індеті бәсең болғанда үрейленіп, жүрісі тәнтіректеніп, тынысы жиілейді, жүрегі жиілеп соғады. Кілегей қабығы бозарып, соңғы мезгілге жеткенде бүкіл денесі құрысып, табиғи тесіктерінен қан шығып, бірнеше сағаттың ішінде ақ жан үзеді. Патологиялық өзгерістері: өлгеннен кейін өлексе дереу шірейді, ісініп кетеді. Табиғи тесіктерінен қан шығады. Қаны қара қоңыр түске немесе кралин тектес болып өзгереді. Ойдағыдай үймайды. Көру кілегей қабықтары бозарады немесе қанталайды. Өлексесі толық сіреспейді. Топалаң тиіп өлген қойды боршалауға әсте болмайды. Бірдей белгілерді парықтау: топалаңмен секіртпе, жұмсақ бүйрек, тосын дерт, жұғымды некрозды бауыр қабыну сияқты індеттердің клиникалық белгісі жағынан бір-біріне ұқсамайды да, бірақ бәрі де тұйықсыз туылатын болады. Індет барысы қысқа, тез өледі, сондықтан оларды бір-бірінен парықтап, диагноз қоюға көңіл бөлу керек. Ал енді алдын алу, емдеу шараларына келсек, үнемі топалаң туылатын және қауіпке ұшырайтын өңірдегі індетке бейім қойларға жыл сайын алдын алу вакцинасын егу керек. Ешкі мен қойға тиетін кемелек пен топалаңның індет барысы қысқа болатындықтан емдеуге үлгіре алмайды. Індет барысы сәл бәсеңірек болған қой ешкіні емдеген кезде оларды қатаң оңашалап барып емдеу жүргізу керек. Оған өзгеше қан сарысуымен емдеу әдісінен дәрімен емдеу әдісін біріктіре, індетке шалдыққан қойдың тері астына немесе венадан топалаңға қарсы қан сарысуынан 60-30 милли құяды. Егер тағы құю керек болған жағдайда 12 сағаттан кейін тағы бір рет құяды. Мұның індеттің алғашқы кезінде өнімі жақсы болады. Топалаң таяқшасы пенсилин мен стрептомицин және хлоромицинге сезімтал болады. Бұлардың ішінде пенсилин үнемі істетіледі. Оны әр килограмм дене салмағына 15 000 бірлікте әр 8 сағатта бұлшықеттен бір рет дене температурасы түскенше құйып, онан кейінде 2-3 күн жалғасты құйылады. Топалаң туылғанда топалаң тиген қойды дереу оңашалап, жұғымданған қораны, істеткен жабдықтарды және жер бетін түбегейлі дезинфекциялау қажет. Ол үшін 10% ыстық күйдіргіш натрий ерітіндісімен немесе 20% хлорлы әкпен ұдайы 3 рет 1 сағатта 1 рет індетке шалдыққан қой қорасынан топалаң тиген қойды бөліп алғаннан кейін бүкіл қораны қойға микробқа қарсы дәрілерді 3 күн істеткенде белгілі алдын алу ролы болады. Мінекей құрметті көрермен, сіздер топалаң туралы білдіңіздер деп ойлаймын. Егер малдарыңызда осындай жұқпалы аурулар кездесіп жатқан жағдайда дереу бір жақтылы етулеріңіз керек. Егер алдын алу емдеу шараларын уағында жүргізбесеңіздер, қора-қора қойларыңыздан айырылып қалуларыңыз әбден мүмкін. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып, қазақ тілді YouTube арнаны қолдап қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.